Сәлем оқырман. Мұса жобадан шығарылып, Альмира ханым да жоқ болып кеткен еді. Алдыңғы күндері Альмира ханыммен кадр сыртында жалпы жұмыстамын деген болатын. Орнына басқа жүргізуші көріп келе ме екен. Көп пікірлерде барлығы Альмира ханымды кетсін деп жатырғандар бар. Бірақ қайта келсін дегендер де шығып жатыр. Бұрын көбі түбегейлі қарсы болатын Альмира ханымға. Диана ханым кеткенде көбі қайта оралуын қалаған еді. Бірақ Диана түбегейлі жоқ, бармаймын деп жауап қайтарған еді. Мені бірнеше рет жобаға шақырған болатын. Бірақ өзімді жобасыз сырта көремін. Және өзіме көп мән беріп, басқа жұмыстарыммен айналысқым келеді деген болатын. Негізі нағыз кәсіби, өз мамандығын білетін жүргізуші. Ал енді біреулер болса Айкүмісті күтеді екен. Желіде болса көрермендер сұрақ астына алған болатын, оқып көрейін. Айкүміс қалай жауап берді? Осылайықты сіз жүргізсеңіз, нұр үстіне нұр болар еді, сол сәтті күтемін. Рахмет. Ондай жоспар жоқ, бірақ осылайыққа жүргізуші болуға ойыңыз, жүргізуші болғыңыз келе ме жалпы? Жалпы бала күнімде теледидардың алдына отырып алып, мен де осының ішінде жүремін деп айтатымын. Есімді білгелі саналы түрде журналист боламын деп шешкенмін. Сол үшін де филология грантынан бас тартып журналистиканы оқыдым. Деді Айкүміс ханым. Ал сіздер кімді күтесіздер? Мұса болса енді өзінің бір қарсылық көрсеткен сөздерімен жобадан кетіп қалған болатын. Мұса қайта жобаға орала ма? Сіз оралғанын қалайсыз ба? Енді алдағы уақытта көреміз, қалай шешіледі екен жалпы. Ал оқырмандарымыздың пікірін оқып көрейік. Бауыржан жақсы жүргізеді, Альмира шықпай-ақ қойсын, Альмираның көкірегіне нан пісіп тұрушы еді. Бауыржанға сөз де бермей, бәрін өзі шешіп, мақтанғанда бір 5 бала туып, ісіп кеуіп отырушы еді, әділдік болу керек. Бұл жобаны қаншама ел, қаншама халық көріп отыр. Соңғы кезде өте тәртіпсіз, берекетсіз болып кетті. Оларды өз беттеріне жіберді. Қазақ деген елді өте тәрбиесі төмен, еркекті, үлкенді сыйламайтын жабайы етіп көрсетіп жатыр. Регина, Мадина, Арина дегендерді мүлде шығару керек, қалғандарына сабақ болады. Альмира, Мұсаның көрермендердің сынын көтере алмай қалды. Себебі өте ауыр сөздер, түйенің жарты етіндей болып деген сөздер болды. Жүргізе алмайды деген тағы басқа. Эфир сыртында бұрынғы жұмысын жалғастырғаны дұрыс та шығар. Ал сіз не ойлайсыз? Өз ойыңызды жаза кетіңіздер.